Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі коммуникативті дағдылар негіздері пәні бойынша бірінші семинарға қарым-қатынас психологиясы, вербальды және вербальды емес қарым-қатынасқа бірінші сабақ. Семинар сабақ 1. Сабақтың түрі сайыс сабақ болады. Қолданылған технология Шарталовтың тірек сызба технологиясы. Яғни біз алдыңғы тақырыптар бойынша қарастырамыз. Дәріс сабағы бойынша берілген тапсырмалар бар. Сол тапсырмалардың негізгі мәселелерін қарастырып кетейік. Вербальды емес қарым-қатынас қызметі тақырыбы бойынша жүргізілетін практикалық сабақтар, практикалық және семинарлық сабақтар. Яғни бұл жерде қарастыратын сұрақтар: вербальды емес қарым-қатынасты дамытуға арналған ойындар мен жаттығулар, сыйлық жаттығу, әрбір ойыншы сөзсіз қимыл қозғалыс, ым-ишара арқылы туылған күннің туылушы адамға қандай сыйлық сыйлайтынын көрсетеді, ал қалғандары оның не екендігін табуға тырысады. Хабарландыру жаттығу: ойыншылар екі адамнан жұптасады. Әркім сөзсіз қимыл қозғалыс арқылы өзінің серіктесіне қандай да бір хабар айтуы керек. Ол болса қандай хабар айтқандығы туралы айтып беру керек. Сондай кейін рөлдер ауысады. Нысаншы жаттығу: ойыншылар екі топқа бөлінеді. Әрбір топ жеке қағаздарға бірнеше сөз жазады. Содан кейін қарсы топтың бір ойыншысының шақырып сөздерін біреуін оқып, қимыл қозғалыс, ым-ишара арқылы сол сөздің мағынасын көрсету ұсынылады. Команда сол сөзді тапқаннан кейінші топты бір ойыншысы шақырылады. Қай команданың тура және дұрыс тапқаны салыстырылады. Сезімдерді беру: ойыншылар бірінің артына бірі сапқа тұрады. Бірінші ойыншы екіншісіне қарап, ым-ишара арқылы қандай да бір сезім көрсетеді. Қуаныш, реніш, таңғалу, қайғы. Екіншісі тура сол сезімді үшіншіден береді. Соңғы ойыншыдан оның қандай сезім екенін эмоция қабылдайды. Қарым-қатынас туралы нақыл сөздер: адамдар бір-бірі үшін өмір сүреді. Марк Аврелий: адам көп нәрселерінсіз өмір сүре алады, тек адам адамсыз өмір сүре алмайды. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. Басқа адамның әрқашанда жаман жағын емес, жақсы жағын ізде. Сүйегі жоқ балық болмайтыны сияқты кемшілік жоқ адам болмайды. Қарым-қатынас туралы ұғым. Сабақтың мақсаты: білімділік, білім алушылардың психологиялы және бойынша қарым-қатынас туралы білімдерін жетілдіру. Дамытушылық: өткен сабақ пен жаңа сабақтың байланыстарын түсіндіру, студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, бетімен жасауға, шығармашылыққа бейімдеу. Тәрбиелік: курсанттардың, студенттердің белсенділігін арттыру, топпен жұмыс жасау арқылы бір-бірін сыйлауға, ізгілікке, ұжымшылдыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Қарым-қатынас дегеніміз не? Біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі көп жоспарлы үрдіс. Адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, өзара түсінуі, бір-бірін қабылдауы. Яғни қарым-қатынас дегеніміз не? Бұл сөйлесу, қабылдау, ақпарат беру, ой алмасу, мойындау, бағалау, түсіну. Қарым-қатынас мәселесін зерттелу деңгейі. Қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуының ең маңызды факторларының бірі болып табылады. Ежелгі Греция мен ежелгі Римде қарым-қатынас мәселесі шешендік өнер, эвристика және диалектика саласында зерттелді. Зиммянның айтуынша, қарым-қатынас 20 ғасырдағы жаңа мәселе. Қазіргі кезде қарым-қатынас мәселесі философия, әлеуметтану, лингвистика, психолингвистика, әлеуметтік психология, жалпы психология, педагогика, педагогикалық психология салдарында зерттелуі. Қарым-қатынастың тұлғаның дамуындағы маңызды орын психологтар Ананьев, Бадалев, Выготский, Леонтьев
Ломоносов, Лурия, Месячев, Петровский зерттеген. Қарым-қатынастың басты аспектілері. Қарым-қатынастың мазмұны дегеніміз ол адамның ішкі мотивациялық немесе эмоциялық күйі туралы мәліметтер болу мүмкіндігі. Қарым-қатынастың әдіс құралдарына мыналар жатады: тіл, суреттер, сызбалар, бейне, таспалар, механикалық, магниттік, лазерлік жазба құралдар. Қарым-қатынастың мақсаттығы дегеніміз ол адамда белгілі бір нәрсеге байланысты белсенділік түрін пайда болуы. Қарым-қатынастың жақтары: коммуникативті, яғни әрекет, ақпарат алмасу, ақпарат беру, ақпарат тарату. Интерактивті, ынтымақтастық, қарсылық, бұйыру, тығыз қарым-қатынас, компромисс. Перцептивті, идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. Қарым-қатынастың типтері: манипулятивті, іскерлік, диалог, рухани және императивті. Яғни біз манипулятивті, интерактивті, диалог, императивті, іскерлік қарым-қатынас дегеніміз негізгі сөйлеудің формаларын, қарым-қатынастың формаларын қарастырып кеткенбіз. Қарым-қатынас формалары да, яғни сіздер осы формалары бойынша жауап бересіздер. Жест, яғни бұл адамдардың сезімдері, эмоцияларының сыртқа қол, аяқты қимылдарының арқылы көрінісі. Мимика дегеніміз адам сөзімдері. Пантомимика деген адамның қимыл қозғалысы. Дистанция бойынша біз бұны дәрістен қарастырып кеткенбіз. Ұтымды бағалар. Осы семантикалық карта бойынша сіздер келесі сұрақтарға жауап бересіздер. Жағымды сөз тренингі студенттер, курсанттарды, яғни дөңгелегіне отырып, жүргізуші оң жағына бастап, бірінші отырған баланың көзіне тура қарап: Айдар, маған сенің ақ көңілді мінезің ұнайды дейді. Айдар рахмет деп келесі балаға бұрылып: Фатима, маған сенің әсем күлкің ұнайды дейді. Одан әрі Фатима рахмет. Келесі балаға бұйырла. Ең соңында жүргізуші соңғы бала жағымды сөз айтады. Рефлексия: сабаққа сізге не жаңалық болды? Сабақта сізге не ұнады? Не үйрендіңіз? Қай жерлерді мүлдем ұқпадыңыз? Студенттер мен курсанттар қарым-қатынас жасау ерекшеліктері туралы мәлімет. Енді тақтаға қарап отырып келесі сізбен қарым-қатынасқа жасауға жағымды ма деген тестқа жауап берейік. Осы тест бойынша 1-ден 3 ұпай алу дегеніміз: айта қиын, сізбен сөз айтқыса алмайтын тұйық адамсыз, немесе